Баршаңызға сәлем достар. Сіздермен бүгін дәл осындай жұмсақ әрі алғашқы жасағаннан өте керемет болып шығатын булочканың рецептімен бөлісемін. Алдымен бізге қажетті ингредиенттер бұл сүт, су, жұмыртқа, қант, ұн, сары май, дрожж және тұз. Алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Сосын үстіне жылы суымызды құямыз. Үстіне шым-шым тұз салып, қантымызды қосамыз. Және дрожжды қосып араластырамыз. Енді сары майымызды саламыз. Сосын екі жұмыртқамызды қамырымызға қосамыз. Азырақ араластырып, сосын үстіне ұн қосып, қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз дайын. Енді қамырымыз ісінгенше жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Есінде осы қамырларды кішкене бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Қамырымызды осылай жасап алған соң, азырақ тындырып қоямыз. Сосын булочкамыздың формасын жасайтын боламыз. Булочканы өру өздеріңіздің қалауларыңызға қарай, және мен булочканың ішіне салмасы ретінде творог салдым. Бұл булочканың формасын сәл өзгешелеу жасадым, және ішіне салмасына мен вареный сгущенканы қолдандым. Булочкаға вареный сгущенканың қоюын алған дұрыс, себебі пісу уақытысында вареный сгущенка сұйық болған жағдайда ол ағып кетеді. Сол үшін ең қою жақсы вареный сгущенканы қолданыңыздар. Міне булочканың екінші түрі де дайын болды.
Булочканың түрлерін өз қалауларыңызға қарай өріп жасасаңыздар болады. Мұнда мен оңай түрін қолдандым. Орап, гүл формасына келтірдім. Міне, булочкаларымыз дайын болды. Өте жұмсақ, әрі алғашқы дайындағаннан дәл осындай керемет болып шығады. Барлықтарыңыз осылай жасап көрсеңіздер болады. Себебі рецепт өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Ал егер видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын!